Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Менің аты жөнім Данияр Есен. Біз бүгін түріктің ұлттық тағамын дайындаймыз. Лахмаджун деп аталады. Бұл тағамды Түркияның кез келген жерінен кездестіруге болады. Яғни көшеде сатылатын тағам. Уличная еда. Ал сонымен кеттік. Лахмаджунды дайындау үшін алдымен ингредиенттерді білейік. Алдымен лахмаджунның қамырын дайындап аламыз. Ол үшін бізге не керек? Бізге 280 граммдай ұн керек. Мінекей, ұнды саламыз. Жалпы лахмаджун деген негізі бұл армяндарда да кездеседі. Одан кейін арабтарда да кездеседі. Яғни еті бар қамыр деп аталады. Бұл негізі пиццаға өте қатты келеді. Қазір оны соңына қарай өздеріңіз көресіздер. Жалпы Түркия туралы тағы қандай мәліметтер білгілеріңіз келеді? Комментарияға пікір қалдырыңыз, міндетті түрде мен оқимын. Алдағы уақытта барлық сұрақтарға жауап беретін боламын. Қамырды иледік, қамыр дайын болды. Енді осы қамырды 30 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Оған дейін біз қазір осы қамырдың үстіне қойылатын ингредиенттерді дайындаймыз. Лахмаджун негізі түріктің пиццасы деп айтуға болады. Яғни біз қамырды дайындап қойдық 30 минут, қазір ол шамалы тұрады. Оған дейін біз енді қамырдың үстіне қойылатын дүниелерді дайындауымыз керек. Ол үшін бізге блендер қажет болады. Мінекей, блендерге 3 бас сарымсақты саламыз. Қазір аздағы минуттардан кейін араластырамыз. Және де пияз, мінекей, пиязды кесеміз. Енді менен қандай аспаз шығатын мен білмеймін, бірақ кейде қолым бос уақытта осылай тағам дайындағанды жақсы көремін. Балалар қазір теңізге кетті, теңізге шомылуға кетті. Олар келгенше мен осындай бір керемет түріктің ұлттық тағамы лахмаджунды дайындап қойсам ба деп едім. Енді біз мынадай тамаша жап-жасыл тәтті бұрышты кесеміз. Және қызыл тәтті бұрыш. Енді сарысы да болады, бірақ біздің алғанымыз қызыл бұрыш. Мінекей. Мен палауды жақсы дайындаймын. Одан кейін менің жақсы дайындайтын тағамдарымның бірі ол манты. Мантыны да керемет дайындаймын деп мақтанып қояйын енді сіздерге. Лахмаджунның үстіне салатын көкөністерді біз мінекей турап алдық. Енді оны блендерден өткіземіз. Енді менің бүгін блендерім кішкентай, сондықтан да 2-3 мәрте өткізуге тура келеді. Ал сонымен кеттік. Өздеріңіз көріп тұрсыздар, барлығын блендерден өткіздік. Енді осыған біз, яғни фаршты араластырамыз. Фаршты енді өздеріңіз семьялық жағдайларыңызға байланысты, олай дейтін себебім қанша адам тұрады, қанша адам басына жасауға болады деген сияқты. Негізі лахмаджун түріктерге Сирияның Алеппо қаласының тұрғындарынан келген деген дерек бар. Яғни Алеппо қаласының тұрғындары осы Түркияға көшіп келген кезде түріктерге осы лахмаджунды үйреткен дейді. Аңыз деректерге сүйенетін болсақ. Енді бұл лахмаджунды бүкіл Түркияның қалаларынан кездестіруге болады. Және де уличная еда көшелерде сатылады. Фаршты араластырдық. Енді осы фаршқа біз
мына көк пиязды саламыз. Мінекей өздеріңіз көріп тұрсыздар, көк пияз. Былайша айтқан кезде бұл пицца сияқты ғой, енді түріктердің пиццасы деп аталады. Одан кейін бір қасық бұрыш саламыз. Мінекей. Және паприка. Бір қасық. Кішкентай шай қасық. Сонымен қатар тұзды салуды ұмытпаймыз. Тағы бір кішкене тұзды. Болды. Және мынандай томат, дайын томат. Бір қасық бізге жетеді. Лахмаджунның үстіне салатын қоспаны дайындап алдық, блендердан өткіздік. Оны өздеріңіз білесіздер. Енді 30 минут тұрған қамырды, енді қазір біз одан ары қарай жаямыз. Кішкентай ғып, ұсақ жаюымыз керек. Бірінші кесіп алайық, мінекей. Қазір мен сіздерге көрсетейін. Мінекей, екеу. Мінекей қамырды иледік, жайдық. Ал енді бағана дайындаған, блендерден өткізген, арасына фарш қосылған қоспаны үстіне жаямыз. Бұл кәдімгі пицца сияқты, яғни мынандай жұқа қылып жаямыз. Міне, бағанадан бері дайындаған лахмаджунымыз дайын болды. Өздеріңіз бағасын бересіздер. Енді менікі керемет болмаған шығар, бірақ дегенмен де қазір аздаған минуттардан кейін дәмін татып көреміз. Екіге былай бөліп, яғни орау керек. Одан кейін дәмін көреміз. Ал, кәнеке. Өте дәмді шықты. Міне, қымбатты көрермендерім, біз бүгін түріктің ұлттық тағамы лахмаджунды дайындадық. Данияр Есен каналына жазуды ұмытпаңыздар, лайк басыңыздар міндетті түрде және астына пікір қалдырыңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.